пен жылан жайлы ертегі. Егер сендер жерде ғана өмір бар деп ойласаңдар, қатты қателесесіңдер. Шын мәнінде сонау 7 қат көкте де тіршілік бар. Сондағы ғажайып аспалы бақтың ортасында алтын сарай тұр. Онда сұлу перілер өмір сүреді. Сол бақта жыл сайын тәтті жеміс беретін, сол жемістен дәм татқан адамға мәңгілік жастық сыйлайтын сиқырлы ағаштар өседі. Айналасында гүлдер жұпар шашып, сылдырлап бұлақ ағады. Бұлақтың суы балдай тәтті, таудың суынан да мөлдір. Перілер адамдарға ұқсайды, алайда олар қалаған уақыттарында жұмақ құстарына айналып кете алады. Бақтың түкпірінде бір қарағанда көзге түсе қоймайтын тастан жасалған құдық тұратын. Құдықтың ішінде мүлдем су жоқ. Ішіне қарасаң әппақ бұлттарды көруге болады. Бұл құдық басқа әлемге апаратын есік. Оның ішіне түсуге ешкімге де рұқсат берілмейтін. 7 қат көкті мейірімді әрі әділ билеуші басқаратын. Оның бірінен бірі өткен 7 сұлу қызы болған екен. Бір күні 7 қыз бақта алтын доппен ойнап жүреді. Кенеттен ең кенжесі абайсызда допты сол құдыққа түсіріп алады. Қыздардың көңіл күйі түсіп кетеді. Өйткені допты оларға әкесі сыйлаған. Әпкетайлар, уайымдамаңыздар, деді кенже қыз. Қазір мен оны алып шығамын. Бір қолын сілкіп қалып еді, көк қанатты әдемі құсқа айналып шыға келді. Сөйтті де құдыққа күмп берді. Алайда алты аспанда айналса да допты таппады. Содан соң тағы да төмен қарай түсіп жерді көрді. Алтын доп өзеннің жар қабағында жатыр екен, ал жанында алып қара жылан оралып алыпты. Алтын добымды қайтаршы, деп өтінді пері қаншайым. Егер маған тұрмысқа шықсаң, қайтарып беремін, деп ысылдады жылан. Сен өмірімде көрген ең сұлу жансың, сондықтан әйелім болғаныңды қалаймын. Осы кезде олардың жанына алтын тәж киген көк қанатты алып құс келіп қонды. Бұл перілердің патшасы еді. Жылан тездетіп ағаштың астына тығылып қалуға тырысты. Қызым менің, ақыры сені таптым ау, деп қуанып кетті әкесі. Тезірек үйге қайтайық. Әкешім, мені мұнда тағдыр айдап келді, деп тіл қатты қаншайым оған алтын допты беріп жатып. Мен жер бетінен махаббатымды таптым. Енді осында қалсам деймін. Жылан олардың әңгімесін тыңдап інінен шықты. Оны көрген перілер патшасы мұңая басын шайқап былай деді. Сенің көзіңде көк аспан, ал оның көзінде қара жер. Жарайды қызым. Не болса да сені жақсы көретін және қашанда құшақ жая қарсы алатын отбасың бар екенін білгейсің. Сөйтті де алып құс аспанға самғап көзден ғайып болды. Жылан мен пері қаншайым үйленді. Жылан өзеннің жағасынан терең ін қазып алды да, ал құс сол інге жұмсақ ұя салды. Екеуі жылы ұядан арайлап атқан таң мен қызара батқан күн шапағына қызыға қарап тамашалап отыратын. Құс жыланға аспан, күн, бұлттар жайлы айтып беретін, ал жылан онымен бірге ұшқысы келіп, қанатым болса ғой деп армандайтын. Алайда осының бәрі жыланның анасына ұнамайды. Ол әлгі құс баласының басын айналдырып алған деп ойлайтын. Уақыт өте келе келініне деген жек көрініші ұлғая береді. Қайтсем де одан құтылам деген ой мазалай беретін болды. Ішім сезеді, түбі жақсылыққа апармас деуден жалықпайтын ол. Бұл оңбаған құс баламды менен тартып алмақшы. Кәрі жылан баласы мен келінін айырмақ болып қолынан келгенін тырысып бақты. Алайда мұның бәрі бос әурешілік еді. Өйткені ұлы перінің қызын шынымен жақсы көріп қалған болатын. Арада көп уақыт өтпей құс ұяға 3 көп көмбек жұмыртқа салды. Міне, дәл сол кезде кәрі жылан аң құстың тілін білетін мейірімсіз сиқыршыдан ақыл сұрамақ болды. Бұл махаббат, ал сиқыр махаббатқа қарсы тұра алмайды, деді сиқыршы. Кәрі жылан алған бетінен қайтпай, ақыңды жемеймін, деп уәде берді. Тек маған келінімнен құтылуға көмектессең болды, деді. Ендеше тек бір ғана амал бар, деді сиқыршы. Өз сүтіңе уыңды араластырып балаңа бер. Сенің қара жүрегіңдегі ашу ызаң ұлыңа ауысады. Сөйтіп ол әйелін жек көретін болады. Дәл сол кеште
кәрі жылан сиқырлы сусын дайындап ұлына берді. Сол-ақ екен, сусын ішін күйдіріп ала жөнеледі. Көзі қанталап ашуға булығады. Сусын ішкен сәттен бастап оның әр сөзі оға толды. Ал байқұс құс жүрегі қанша ауырса да жыланның бар әрекетіне шыдап бақты. Ана болуға дайындалып жүргендіктен бәріне көндікті. Алайда жылан қанша ашулы болса да жұмыртқаларға бауыр басып, олардың шығуын асыға күткенді. Сөйтіп, кәрі жыланның тағы да сиқыршыға баруына тура келді. Не істесем болады? Менің ұлым жұмыртқаларға бауыр басып қалды. Одан балапандар шыққанда не болатынын кім білсін деп зар жылады кәрі жылан. Бұл тағы да махаббат, деп тіл қатты сиқыршы. Әкесінің балаларына деген махаббаты. Сонда не істесем болады, деп ысылдады жылан. Оны туған мен, сондықтан ол тек маған тиеселі болуы керек. Жұмыртқалардың көзін құртта, бәріне кінәлі құс деп айт. Сонда ғана барлық жауынан құтыласың деп кеңес берді сұм сиқыршы. Сол күні кеште кәрі жылан құс ұясынан шығып, азық іздеуге кеткенін аңдып отырды да, 2 жұмыртқаны жарып тастады. Енді 3-шісін жарайын деп жатқанда құс та ұшып жетті. Оңбаған құс, деп қаһарлана ысылдады кәрі жылан. Ұлымды менен тартып алғың келеді ғой. Ендеше орныңды біл. Саған ұлымды ешқашанда бермеймін, ол менікі. Ұядан 3 шыбықты суырып алып, жылан үстін тілгілеп жіберді де ұлының келуін күтті. Ұлы келген сәтте өтірік жыламсырап, балам, тер кезінде келдің, мына оңбаған 2 жұмыртқаны шұқып тастады. Мен болмағанда 3-шісінде жарайын деп жатқан, қарашы маған естегенін. Оған кедергі келтіргенім үшін өлімші етіп шоқып тастамақшы болды, деді. Сөйтті де ұлына сырылған жерлерін көрсете бастады. Өтірік, деді құс. Шын мәнінде бәрі басқаша болды. Алайда жылан оны тыңдаған да жоқ, ысылдап келіп құсқа бір-ақ атылды. Оның улы тістерінен әрең дегенде қашып құтылады. Бұл уақытта жұмыртқа тырс етіп жарылып, ішінен балапан шыққанда. Кел, балапаным, тезірек арқама отыр да мықтап ұста, деп бұйырды анасы оған. Сөйтті де оқтай зулап іннен ұшып шықты. Жылан да соңынан сылдап атылды. Бірақ ол қанатын кеңге жайып ұшып құтылды. Жыланның аузына бірнеше қауырсын ғана қалды. Сен бәрібір ұшып құтыла алмайсың, деді жылан. Қанатың әлсіреп қалған, шамаң жетпейді. Расымен де солай болып шықты. Құс әлсіреген, қанатын қанша қаққанымен жерден алысқа ұзай алмады. Сол кезде ән етіп сала берді. Жел әнін сонау жетіқат аспанға жеткізді. Оны естіген пері әпкелері көмекке ұмтылды. Олар сіңлісін қағып алды да ғажайып баққа ала жөнелді. Қариялардың айтуынша, содан бері 100 жылда бір рет әдемі көк құс махаббатын іздеп ұшып келеді екен. Ал оның көк қауырсынын тауып алған жан міндетті түрде бақытты болады деген сенім бар. Тағы бір аңыз сол кезде аман қалған балапан құс пен жыланның баласы Айдақардың арғы атасы деседі. Оған құс анасынан қанат, жылан әкесінен қабыршақ дарыған екен. Жыланға келер болсақ, ол кәрі анасымен өмірінің соңына дейін күннің көзі түспейтін қараңғы інінде тіршілік кешіпті.